әр үйдің өзінің туалеті. Үйдің ішіне кіріп көрсетейін сіздерді. Міне мына тұрған гараж, мынау қысқасы ас үй екен. Ешкім төбеге монолит құймайды. Айырмашылық қаншалықты екенін көреміз. Гипса картонмен ұра салады. Бір қарысымда болмайды. Газон тастайды, мына контейнерге салынады. Міне жоспарын көріп тұрмын. Үйді орау деген. Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Америкада жалпы үйдің бағасы арзан емес екені бәрімізге де белгілі. 150-160 квадрат жаңа үйлер $400,000 жоғары. Мен енді дәл қазір айтып тұрғаным, бұл Норс Каролайна штаты, яғни Каролина штаты туралы айтып жатырмын. Бірақ біз бұған дейін Техаста тұрдық, Аризонада тұрдық, көп қатты үлкен айырмашылық көрмедік. Яғни кез келген жаңа құрылыс $400,000 жоғары болып тұрады. Дәл қазір енді баға өсіп кетті. Әрине 350-ге де табуға болатын шығар. Бір ауылдарда, қаладағы бағалар сол 400-ден жоғары. $400,000, $500,000, яғни үлкен де үйлер болса 4-5 бөлмелі. Ол $700,000, $800,000, $1,000,000-ға дейін кете береді. Америкадағы құрылыс алаңын көздеріңізбен көргілеріңіз келсе, үйді қалай салады екен, қандай материал пайдаланар екен, соны көргілеріңіз келсе, алдымен бас бармақты басып жіберіңіздер, каналға жазылып, каналдың дамуына үлес қоссаңыздар керемет болар еді. Егер дайын болсаңыздар, бүгін соның сәті түсіп тұр, мен сіздерді қазір сол жерге алып бармақпын. Ал олай болса, сол құрылыс алаңында кездескенше. Міне мына үй құрылысы жүріп жатыр, газон алып кепті. Әр үйдің өзінің туалеті көріп отырсыздар. Яғни әжетханасы, құрылысшылар ешқайда жүгірмейді, жандары қиналмайды, үйдің ішін былғамайды. Бұл үй сатылып қойылыпты. Және бұл жақтан шыққан құрылыс қоқыстары мына контейнерге салынады. Міне толды. Бүгін кешке ма, түнде ма, бұны компания келіп өзі алып кетеді, төгіп қайтып босатып алып келеді. Мына жақта міне адам тұрып жатыр екен. Көрініп тұр адам тұратыны. Жанындағы жер сатылыпты. Міне біреу сатып алған, енді бұл жерде құрылыс басталады деген сөз. Құрылысқа керекті техникалар, құралдар, жабдықтар және тағы қызығы, бұл жерде мен бірде-бір күзетші көрген жоқпын. Және бұны ешкім материал ұрламайды да, ұрласа да ешқайда сата алмайды, себебі ешкім бұны қабылдамайды. Құжаты жоқ материалды магазиндер сатып алмайды. Жеке адамдар үй салмағаннан кейін оларға керек емес. Міне мұнда адамдар бір жұмыстар жасап жүр. Міне техникамен Джексон деген жігіттің туған күні болыпты. Міне біз біраз жол жүріп, жаңадан салынып жатқан құрылысқа келдік. Кіріп көрейік енді. Міне мына үй жаңадан салынып жатыр екен. Бұл жақта гараж үйдің ішінде болады. Міне мына тұрған гараж. Мынау негізгі есігі, міне кіретін. Адамдар осы есіктен кіреді, міне. Былай қарай бөлме басталады. Ал ағайын, міне үйдің ішінде тұрмыз. Енді осы $500,000, $700,000, $1,000,000 салып жатқан үйлерді немен салынып жатқандарын көріп жіберейік енді. Ортасының бәрі жай ғана 5-те 10 ба, 4-те 10 ба, сондай ағаштар. Пол әрине бетон құйылған. Полға керегенің барлығын міне гипсокартонмен жасайды екен. Мынау қаншалық? 5-те 10 ба, мүмкін 4-те 10 шығар. Жұқа ағашты ортасына қойған. Енді менің түсінгенім, мынаның үшін мына жерде бұлар бір материал салады да, утеплитель, яғни содан кейін гипса картонмен ұра салады. Болды, сонымен үй дайын. Міне фундаментті қарасаңыздар, фундамент қанша? Менше бір 6-7 сантиметр шығар, 10 сантиметр мүмкін максимум, иә. Енді қарыспен өлшейтін болсам, менің бір қарысымда болмайды. 20 сантиметр шықпайтын сияқты. Оның сыртын әрине мынандай материалмен қаптаған, міне көрсеңіздер. Сыртын су кірмес үшін, яғни шірмес үшін осындай материалмен қаптаған. Үй салынбай жатып, енді әрине салынып бастаған кезде мынандай тоқтардың барлығы енді тартылып қойылатыны ол белгілі. Бұл енді Қазақстанда жасалатын жұмыс, иә. Үй салынбай тұрып әкелініп тасталады осы жерге. Сулар, мысалы мынау газ осында қосылады екен, иә. Ыстық су, суық судың краниктері тұр. Бұлардың барлығы міне мынандай трубалармен әкеліп қосылады екен, міне. Мынау сыртқа шығатын есік екен, яғни бақша. Мына енді жаңарақ үйлерде көбінесе бақшалар кішілеу болады. Міне мынау арт жағы,
мына адамның жері арғы үйдің бұрышынан басталады. Жері біраз қисықтау екен. Міндетті түрде мынандай газон тастайды. Қазір енді қыс кезі болғаннан кейін газон жасыл болмай тұр, жаңадан тасталған. Бірақ ертең жаз шыққаннан кейін мына газонның бәрі өседі да, жап-жасыл болады. Мынау әрине бір этаж үй болғаннан кейін төбеде енді монолит болмайды ғой. Бірақ екі этаж үйлерде де жалпы монолит болмайды. Міне төбеде ештеңке жоқ. Сіздер егер тек қана гараждың керегесі сондай болды деп ойласаңыздар, қателесесіздер. Міне мынау мысалы отыратын бөлме, иә, демалатын ба бөлме. 10 сантиметрлік стропила ма не дейді мынаны. Осының іші міне ар жағы ОСБ. Бұны бір нәрсе ОСБ деп айтатын шығар деп ойлаймын, қателеспесем материал. Ортасына утеплитель салады, содан кейін ішіне мынандай гипсокартон салады. Болды. Сонымен шаруа бітті. Гипсокартонның бағасын білесіздер, сонда үй егер өзіңіз салсаңыз, әрине өте арзан шығатын үй. Бірақ өкінішке орай Америкада үйді өзіңіз сала алмайсыз. Оны лицензиясы бар, арнайы құрылыс компаниялары ғана салады. Басқа ешкім сала алмайды. Мына жерде келе жатсам, бір жоспар жатыр екен. Құрылысшылар әрине кетіп қалған. Мұнда қазір объекттің басында ешкім жоқ. Бірақ мен міне осы үйдің жоспарын көріп тұрмын. Осы план бойынша міне бұлар барлығын салып шығады. Мына жақта да бір нәрсе бар екен, міне. Жалпы мұнда жылыту жүйесі де, суыту да, бұл барлығы төбемен жүреді. Мысалы қарасаңыздар, міне төбеде мынау жататын бөлменің ыстық суық келетін трубалары, яғни міне мына жаққа да қосылған. Қарасаңыз барлық бөлмеде бар. Мысалы мен қазір келесі бөлмеге өтейін, онда да бар. Міне менің дәл төбемде арт жағымда тұр. Міне қарасаңыздар, міне біреуі тұр, міне арт жақта біреуі тұр. Көбінесе бұл жерде жылыту газбен болады, яғни газда осыған қосылған. Суыту, яғни кондиционер, ол электрик болады. Неге газ болады? Суытуды, өйткені газ біраз арзандау жүреді тоққа қарағанда. Америкада жалпы тоқ өте қымбат, бағасы өте жоғары. Міне мынаның үстінде furnace дейді, енді әкеледі да не қояды? Газбен ысытатын осы төбеге шатырға қойып қояды. Қазір міне тағы да бір жаңадан салынып жатқан үйге келіп тұрмыз. 2 қабат үй екен. Қазір екінші қабат үй мен бір қабат үйдің айырмашылығы қаншалықты екенін көреміз. Тағы да бір дүниені көрсете кетейін. Мынау жаңадан салынған үй, салынып жатыр, әлі бітпеген. Көрдіңіздер ме? Тата, жер асфальт. Яғни алдымен жаңа үйді салмас бұрын олар алдымен асфальт төсейді. Содан кейін мынандай суын, газын кіргізіп қояды. Міне арт жақта міне көрініп тұр, көрдіңіз бе? Мұнда свет, су, газ барлығы келіп тұр. Бұл болмаса, мына үйді салғызбайды. Қазір кіріп көрейік. Бұл жақта да ұқсас, мынау міне гараж. 2 көліктің гаражы тұр. Негізгі есігі ар жағында екен, міне жанында. Міне мұнда да дәл солай план жатыр, көрдіңіздер ме? Жұмысшылар жоқ, бәрі кетіп қалған. Бірақ жоспарларын қалдырып кеткен. Бұлар бұл жоспардан 1 миллиметрде, сантиметрде жылжымайды. Біз міне мына үйдің ішінде тұрмыз, 2 қабат үйдің. Енді жобамен мынау міне негізгі кіретін есігі, яғни проект дейді ғой, сонысын қарап жіберсек. Мынау гараж, 2 көліктің гаражы. Мұнда осы living room дейді, жалпы демалатын бөлме. Міне өп-үлкен бөлме, қарасаңыздар міне баспалдақпен төбеге шығып кетеді екенбіз. Және баспалдақтың астында бір бөлме. Бұның есігін жаппапты, бұны енді офис бөлме қылып пайдаланатын сияқты. Неге офис деп айтам? Себебі мұнда туалет көріп тұрған жоқпын. Мұнда тағы бір дүниені айтқым келіп тұр. Төбе. Төбені көрдіңіздер ме? Монолит бар ма? Мынау 2 қабат үй. Жалпы Америкада ешкім төбеге монолит құймайды. Міне көріп отырғандарыңыздай төбеге мындай нелер тастайды да, стропилаларды. Мындай қатты фанер сияқтымен жабады. Бұл жылылай салады. Содан кейін бұл жақта төбеге карпет дейді ғой, төбеге кілем төсеп қояды, сонда дыбыс қатты естілмейді. Қазақстанда сөйтсеңіздер болады. Мындай кавролан сияқты бар ғой, офистарға төсейтін, сондай кавролан төсесеңіздер, неше түрі бар Америкада. Соны салып қояды, болды. Төбе әрі жылы болады, әрі тарсылдап дыбыс естілмейді дейді. Ал бетоннан үнемдейді. Ешқандай бетон жоқ. Бетон ешкім құймайды. Міне 2 қабат үйді көріп отырмыз. Бұда да міне
4-10 ба 5-10 ба міне жастропила тұр, және ар жағы құры ОСБ, бер жағына утеплитель қояды да, содан кейін гипсокартонмен жабасалады, болды. Жер әрине мынандай монолит болады, және тағы да бір дүниені көрсетейін сіздерге, ол баспалдақ. Баспалдақта мынандай жай ғана ДСП ма, ОСБ ма сондаймен сала салады. Жоғары қарай шығып көрейік. Екінші қабатта мен 4 бөлме санап тұрмын. Бұл төбеде 4 бөлме, астында бір офис бөлме болса, 5 бөлмелі үй екен. Кірген кезде лестницаның жанында мынандай ашық жер бар. Бұл негізі бөлме емес, бөлмеге саналмайды. Бұл кино көріп, кинотеатр жасайтын, демалып отыратын бұл бөлме. Енді міне төбені қарайық, 2 этаж үйдің төбесі. Бұл да дәл сондай. Тікелей жапқанда міне жалпы стропилалар тастаған. Енді мынаның төбесіне утеплитель етеді. Міне мына жерді қарасаңыздар, қазір көріне ма? Мен мына настройкасын ішін жасайын. Міне мына жерде жылтырап тұрған сол негізі жылыту, суыту жүйесі сол. Үйдің сыртын қандай материалмен пайдаланады дегенде, жұқа материал емес. Мынау өте ауыр екен. Білмеймін, бір қолмен көтере аламын ба, алмаймын ба? Көтере алмайды екен. Сіздерге көріне ма қалыңдығы? Мына материал үйдің сыртын, полын жасап жатқан материал өте ауыр екен, міне. Қалыңдығы да қалың. Міне, мұнда да план тұр, міне. Эндрю Джонсон дейді. Енді осы 2 қабат үйдің сыртына бақшасын көрейік. Қаншалықты үлкен екен. Міне, 2 қабат үйдің сыртында тұрмыз. Мына үйдің артына мынандай бақша сияқты салып қойыпты. Бұл жақта мынандай нәрсені салуға болмайды. Егер үйді салған кезде құрылыс компаниясына бұны салдырмаған болсаңыз, егер артынан өзім сала салам арзанға деп ойласаңыз, ол үшін бәленбай құжат тапсырасыз, біраз документ жинайсыз. Қысқасы мынау шай ішіп отыратын жер. Мына сыртында тұрған, қазір жақындайық, бір жылтыр материал. Бұл ОСБ-ға су өтіп кетпесін деп жасалынған дүние сияқты. Өйткені home wrap деп тұр, яғни үйді орау деген деп жазылып тұр. Енді қысқасы сол үйді орауға арналған материал екен. Енді мына үйдің мен бақшасы мына қара пакетке дейін екен. Қазір камераны біраз өзгертейін. Міне мына пакетке дейін дейді. Жері енді кішілеу, әрі қисық, көп ештеңке жоқ, бірақ амал жоқ, адамдар алып жатыр. Міне мына жақтарды қарасаңыздар, жерлердің барлығы қисық. Бірақ бір жақсы, мына жақта көрші жоқ. Ары қарай енді ағаштар тұр. Ертең жазда мына жақтың бәрі орман болады. Сырты пакетпен қоршалған. Енді бұның сыртынан сайдинг кетеді екен. Енді жобамен мына үй салынып біткеннен кейін, міне көрші үй бітіпті, осындай болады міне. Енді міне жобамен біткен үйдің ішіне кіріп көрсетейін сіздерді. Мына үй әлі толық бітпеген, бірақ енді қаңқасын көрдік қой. Енді біткеннен кейін іші қандай болады екен, ішіне кіріп көрейік. Фасадтарын әртүрлі адамдар таңдай алады. Мысалы мына үй сырты фасады басқа, мынанікі басқа. Жалпы бірдей фасад компания таңдатқызбайды. Мысалы мына үй мен мына көрші тұрған үй бірдей болуына болмайды. Әрине мына топырақтың бәрі газон болады. Мынаның гаражы дайын. Қарасаңыздар, міне мына жерде бойлер тұрады. Өйткені Америкада ыстық су болмайды, олар бойлер пайдаланады. Міне мына үй жобамен бітіп жатыр екен. Мынау қысқасы ас үй екен, демалатын бөлме. Бұл жақта мынаны French door дейді, яғни 2 есік. Бұл офис бөлме сияқты, бірақ офис бөлме болса, мен мына есіктің әйнек болғанын қалайтын едім. Әйнек әдемірек көрінеді. Мынау ас бөлме, мына жерде отырып демалатын бөлме. Мынау міне бітіп тұрған үй, ар жағында туалет, ванна. Мынау гараж, мынау міне гараждың есігі, мынау негізгі есік кіретін баспалдақ. Баспалдақ әрине ағаш. Және бұлар баспалдақты әдемірек болсын деп, мынандай темірден істепті мінекей. Төбеге шығып көрейік баспалдақпен. Көрдіңіз бе, бірде-бір үйде монолит жоқ. Мысалы мына бітіп тұрған үй, яғни салынып, монолит жоқ. Мында үлкен демалатын бөлме қойыпты. Бұлар енді мында жататын бөлмені алып тастап, демалатын бөлмені үлкейтіпті. Кір жуатын мен кептіргіш тұрады, сондай бөлме. Жататын бөлмелерде міндетті түрде мындай гардероб болады. Қорытындылап айтсақ, мына үй 500 мың жобамен, қазір салынып біткеннен кейінгі бағасы, мен сайттарын қарап шықтым,
осы 2 қабат үй мүмкін 250-230 квадрат болатын шығар. Кеткен материалды көріп отырсыздар. Қымбат па? Қаншалықты қымбат екенін өздеріңіз баға беріңіздер. Менің көргенім мен үшін өте бұл үйді салу оңай көрініп тұр. Әрине полға бетон құйған, оларына рахмет. Ол мүмкін жұмыс шығар, енді монолит полдыға бетон құйған. Керегенің барлығы көріп отырсыздар, құр ағаш, кәдімгі каркасын ағаштан тұрғызған. Бұл каркасты білмеймін, тұрғызу үшін менің ойымша бір апта уақыт жететін сияқты. Егер бір 3-4 жігіт кірісетін болса, каркастан кейін сыртына OSB жабыстырған. Міне көріп отырсыздар төбеде. OSB-нің ішіне қазір бір жерден бір көрдім ол материалды. Ол жақ пеноплекс па, сол сияқты қатты материал. Оның ішіне гипсокартон салады екен. Сонымен бітті. Гипсокартонның ішін лифкас жағады да, бояп шығады. Сонымен вуаля, үйіңіз дайын. Төбеде ешқандай монолит жоқ. Тіпті баспалдақты көрдіңіздер. Барлығы ағаш. Ағаштың үстіне карпет төсей салады, немесе әдемілеп басқа тағы жұқа ағаш салып береді. Сіз қосымша ақша төлесеңіз, әрине ондай қосымша істегеннің барлығы оның үстіне қосылады, тек 500 мың емес. Жалпы бұл жақта базовый баға деген бар, яғни base price дейді. Base деген жалпы үйдің осы тұрысы. Енді ішіне сіз лестницаны былай қылам, әрине былай тұрмайды, ол чистовой болады. Бірақ ол жерде көп нәрсе болмайды ішінде. Тіпті кухняның өзі нашар болады. Сіз енді оның үстіне қоса қойсаңыз, оны option дейді, яғни опциялар. Сіз ойбай менің төбем сәл биігірек болсын дейсіз. Лестницам, яғни жаны әдемірек, мынандай ирек ағаш болсын десеңіз, оның бәріне қосылып 500 емес, бір 530-550 мыңға барып қалады. Ол орташа арзан үйлер деп айтсам болады. Әрине 800 миллионнан асып кететін үйлер көп. Менің ойымша бұл жақта үйден пайда көбірек қалатын сияқты. Бірақ әрине жұмыс күшін ұмытпау керек. Жұмыс күші біраз қымбаттау. Бірақ дәл қазір соғысқа байланысты енді жан-жақтан келіп жатыр ғой енді адамдар. Сол үшін жұмыс күші де ондай қымбат болмауы мүмкін. Енді мысалы мен ойландым және сұрастырдым да, мен мына үйді өзім де салып алсам болар еді. Яғни осы турвизамен бір 3-4 ауылдан жігіт шақырып, яғни турист визасы барлар адамдарды іздеп тауып алсам, құрылысшы, олар келсе, мына үйді маған бір айдың ішінде көтеріп беретін еді. Мен оны да сұрастырдым. Олай болмайды екен. Бұл үйді салу үшін лицензиясы бар компания керек екен. Яғни мен өзім сала алмаймын. Оны несін Қазақстандағыдай үйді салып алғаннан кейін сотқа беріп легализацияға жасау деген әңгіме жоқ екен. Мен алдымен бұның жобасын жасататын бір компанияны жалдайды екен. Ол жобасын жасайды. Сол жоба бекітілгеннен кейін сол жоба бойынша салатын құрылыс компаниясын жалдайды екен. Оның лицензиясы болу керек екен. Тек сол лицензиясы бар құрылыс компаниясы ғана осы үйді салып алады. Бұл жақта жер табу қиын. Мынау сияқты мына үйді салып отырған жеке адам емес, бұл құрылыс компаниясы үлкен. Мен қазір келіп отырған KB Homes деген компания. Американың бір 10-15 штатында үй салады. Олар не істейді? Жерді бәленбай сотық, яғни гектарлап жерді сатып алады. Соған осындай үйдің жобаларын ұсынады, әртүрлі үйлер. Содан кейін мысалы дейік 30-40 үй салады да, оларға бір бассейн салады, демалатын, отыратын орындар, парктер барлығын салып береді да, сол 30-40 үй бір комьюнити болып тұрады. Мұнда осы тұрған үйлерге арналған мынандай бассейн болады екен. Сосын мынандай үйшік болады, бассейнді қарайтын. Содан кейін мына жақта паркингді салып қойған, мына жақта балаларға ойын ойнайтын алаң болады екен. Оның жері мынау, міне парковканы көріп тұрсыздар. Міне туалет тұрған. Сол парковканың ар жағында балалар ойнайтын алаң болады екен да. Мында бассейн үйімен түседі екен. Оның орны міне. Ал мынау осы салынып жатқан жаңа құрылыс. Көріп отырсыздар, жолы қандай әдемі. Мынау міне осы жердегі үйлер. Әлі үйлер толық салынып болмаған, толық бітпеген. Мына жақта да міне үйлер салынып жатыр. Бірақ көбісінде адамда тұрып жатыр. Үлкен компаниялардың ақшалары көп, олар үлкен-үлкен кусок жерлерді сатып алады. Ал жеке мен жерді, ондай аз жерді сатып ала алмаймын. Менің қолымнан не келеді? Мен барып ескі бір үйді сатып аламын. Ескі үйді алып тастап, жаңадан үй салу керек. Әрине, оны өзім сала алмаймын. Қысқасы әңгімесі көп екен. Сондықтан да бұл жақта адамдардың бастарын қатырмай барып жаңа үй сол құрылыс компанияларын сатып алатын себебі сол екен. Егер осындай контенттер ұнаған болса, жалпы менің жаңадан ашылған каналымды қолдау мақсатында мынандай бас бармақты басып жіберсеңіздер және каналға жазылсаңыздар өте жақсы болар еді. Және бұдан басқа да визаны қалай алуға болады, Америкаға келуге қанша ақша керек, грин-картты қалай толтыруға болады деген сияқты каналымда әртүрлі тақырыпта видеолар бар. Бірақ барлығы Америкаға байланысты. Тіпті машинаның бағаларына дейін видео түсіргем, сонда қарап көріңіздер.
егер сіздерді қызықтырып жүрген тақырып болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Мен соларды топтап осындай видео шығарып түсіріп отыруға тырысамын. Қай жерде жүрсек те қазақ екенімізге мақтанып, қазақша сөйлеуді ұмытпайық ағайын. Аман есен сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.